Қуыршақ пен шприц мына қаршадай қыздың ең жақсы көретін ойыншықтар еді. Ол тез өсіп, тұлға болсам деп армандады. Еліме еңбегім сіңсе деді. Әкесінің бала арманы оның өмірлік мақсатына айналды. Дәрігер болуды алдына үлкен міндет етіп қойды. Түрлі қиындық пен сынаққа қарамастан ол арманына жетті. Бүгінде Салтанат Байқошқарованың есімі күллі қазаққа белгілі. Елімізде тұңғыш рет жасанды жолмен ұрықтандыруды енгізіп, бедеулікпен күресіп келеді. Оның алдына қойған ұлы мақсаты бүгінде мыңдаған қыз-келіншектің бақытына себепші болды. Кішкентай кезімде есімде тіс дәрігеріне анам алып барып, енді отырғызған кезде тіс дәрігеріне енді аузыңды аш деген кезде атып тұрып, қашып, сол дедектеген күйі жүгіріп отырып, тіптен күш қайдан пайда болғанын білмеймін. Анам жолымды бөгеп, есікті жауып тұрды. Сол кезде итеріп жіберіп, анамды жаңа қайдан күш сонда көп болса бірінші класста ма сондай оқимын ғой. Содан қашқаннан дедектеп отырып, артымнан біреу қуып келатқандай үйден бірақ шыққам. Тіс дәрігерінен сұмдық қорқатын. Ауырып, ауруханада жаттым. Сол кезде укол салады ғой, енді тамырыңнан қан алады. Сол кезде талып қалған бір. Әрбір маған келіп, шприцпен келген кезде талып қалатын болдым. 9-10 класста. Содан кейін ойладым, ойпырмай мен қалай дәрігер боламын. Куклаға салғанды өзім мықтымын, ал маған салған қиын екен. Қазір шприцтен де, қаннан да қорықпаймын. Арманға деген талпыныс бәрін жеңді дейді эмбриолог дәрігер. Перзент сүйсем деген үмітімен аңсары оның ғылым жолына түсіп, тың жаңалық ашуына негіз болды. Денеден тіс ұрықтандыру әдісі елімізде алғаш рет 1996 жылы жүзеге асты. Содан бері абзал жан ел демографиясының дамуына өлшеусіз үлес қосып келеді. Арманым орындалды. Осы медицина саласына бір үлкен салаға келдім, іздендім, жаңа бір саланы аштым. Ең алғашқы рет есімде ақ халат кигенім. Сол ақ халат киген кезде бір ерекше сезім. Біріншіден мақтаныш. Мен дәрігер болдым дегендей, соған жеттім дегендей. Бүкіл бір денеңнің бәрі жаңа сондай рахаттанып, өзің бір қанаттанып, сондай бір керемет, елге керек, адамға керек мамандық қой. Салтанат Байқошқарованың тағы бір арманы бар еді. Ол көп балалы ана болу. Тілегім орындалмаса да, мен мыңдаған баланың өкіл анасымын. Мен үшін бұдан асқан бақыт жоқ дейді. Арманның орындалуына бірақ нәрсе кедергі. Ол сәтсіздік туралы қорқыныш, қалғандары себеп. Талмай еңбек еткеннің еңсесі түспейді. Армандаңыздар, армандар орындалады.